Assalamu alaikum, құрметті ноғай халқым. Мен сізге бүгінгісі күні ноғайларымыздың сыйлы аслары турында айтып кеткім келеді. Бұрынғы заманда ноғай халқымыздың сыйлы аслары былай болған. Ертеңгі ішкендері ноғайдың қара шай болған. Сүтті қайнатып, шайға құйып, сарымай салғандар. Шайы мен ашамаға бауырсақ қыздырмыш пісіргендер. Икон аталарға, икон аналарға мамырса пісіргендер. Кешкі ноғай аслары да былай болған. Қазанда ет асып, ұн өйлеп, алпама пісіргендер. Ет пен алпаманы бірге турап, үстіне тұзлығын құйып ашағандар. Тағы да ноғайдың бір сыйлы асы бар. Ол ақ бөрік деп аталады. Ноғайдың тағы бір сыйлы асы бар. Ол ішіне көрәға жүзім салып, майда пісірген қызыл бөрік деп аталады. Ноғайдың тағы бір асы бар. Оны көже деп атаймыз. Көжедің ішіне турап ет саладылар. Сорпасына күрпа себеділер. Оны да сыйлы ас деп айтқанlar. Ноғайда сый көп. Ноғай халқым сыншыл, сыйшыл. Қонақ келсе Ноғайда бұрынғы заманда той болғанда ерлер, қатындар басқа отырғандар. Тойдың сауқы жиын деп аталған. Ер азаматлар домбыра шертіп, әуе айтып, сауық оздырғандар. Қатындар сазларын тартып, бұрынғы чырларын чырлағандар. Қолларына қол жаулық алып, зал күйіне биігендер. Солай етіп, тойды оздырғандар. Біз енді ноғай халқымыздың тойлары солай озған. Мен қазір енді бір айтып кеткім келеді. Есімде қалған атайлардың толғауларын. Бұрынғы заманда ертедегі атайлар толғап отырадаған еділер. Ботлашығы монардай, сарсазаны тоқтыдай, қобан майлы қияқ, жайық қанды қияқ деп сағынып айтқандар. Мен енді өзім жазғандарымның арасынан бір куплетімді сізге айтып кеткім келеді. Әуелде біздің атайлар қобан жерін жайлаған, домбыра шертіп, жыр-жырлап, әуе айтып толғаған. Тұқым туған халқымыз түрлі елде болсақ та ноғай атын жоймаған.